Достар, сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай мраморный кекс дайындаймыз. Бұл менің кесіп, әдемілеп ұсынған түрім. Ал жалпы кекс мінекей осылай болып піседі формада. Ортасы мінекей шоколадный, marble cake, яғни французский кекстің түрі. Кексті пісіру үшін бізге 200 грамм жұмыртқаның сарысы қажет, шоколад, қант, май, сүт, ұн және разрыхитель қопсытқыш қажет болады. Алдымен жұмыртқаның сарысын миксердің ыдысына салып аламыз. Үстінен қант саламыз және біртіндеп миксерлеп араластырамыз. Жалпы бұл кексті мен көбіне безе немесе макарон пісірген кезде жұмыртқаның ағын пайдаланып, сарысы қалып қойған кезде пісіремін. Мінекей осылай ағарғанша соғып алдық. Жақсылап көріп тұрғандарыңыздай осылай қоюланса, осылай ағарғанша соқсаңыздар болды. Енді үстіне сүт құямыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Енді ситыдан өткізген ұнымызға қопсытқыш және азғадай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерімізді жұмыртқамен араластырамыз барлығын. Және осылай астынан үстіне қарай біркелкі болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді еріген майды құямыз. Майымыз еріген, бірақ бөлме температурасына дейін суытылған болуы қажет. Сразу микроволновкадан ала сала ыстығымен құюға болмайды. Енді шоколадты микроволновкаде ертеміз. Ал массамыздың бір бөлігін осындай кондитерлік мешокқа салып аламыз. Ал жартысын қалдырамыз. Қалған массамызға ертілген шоколадты саламыз және оны да біркелкі болғанша жақсылап тұрып араластырамыз. Сонда бізде шоколадный масса шығады. Шоколадный массамызды да кондитерлік мешокке осылай құйып аламыз. Енді кексті салатын формамызды дайындаймыз. Менде осындай форманы жинағанда 18-де где-то 10-дай болды. 18-де, ұзындығы 18, ені 10. Астын фольгамен жағып аламыз және асты жабысып қалмау үшін май жағамыз. Жақсылап тұрып, жан-жағына, барлығына майды жағып шықтық. Енді сливочный ақ массамызды осылай бірінші құйып шығамыз. Келесі кезекте шоколадный массамызды құямыз. Шоколадный массамыздың барлығы осылай кетті. Тегістеп, барымызша тегістеп құямыз. Одан кейін қайтадан молочный массамызды құямыз. Және спашканың көмегімен осылай араластырып, барымызша араластырып шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Кексіміз пісті, әбден суытып аламыз. Содан соң барып қана формадан аламыз. Жан-жағын осылай пышақтың көмегімен ажыратып барып формадан аламыз. Қазір мен сіздерге іші қандай болғанын кесіп көрсететін боламын. Дәмі өте ерекше французский пирог. Түрі зебраға ұқсағанмен, бірақ дәмі өте жұмсақ, өзгеше.
Егер видеом ұнаса, достар, маған лайк басып комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Мінекей кескенінде түрі осындай болады. Каналыма жазылып қойыңыздар, өзгеше рецепттерді көптеп ұсынатын боламын. Ас болсын!